Іште газ көп жиналса немесе ұзаққа созылса, бұл кейде денсаулықтағы мәселелердің белгісі болуы мүмкін. Мен сіздерге не себепті және қандай жағдайларда қауіп бар және қалай тексереді және не істеу керектігін айтатын боламын. Бұл уақыт сыннан өткен қарапайым әдіс. Біз сіздер үшін әрдайым денсаулық контентін жасауға тырысамыз. Сондықтан жаңа видеоларды өткізіп алмай, каналға жазылыңыз. Бұл арқылы сіз біздің еңбегімізді қолдайсыз әрі маңызды кеңестерді бірінші болып білетін боласыз. Өз денсаулығыңызды бізбен бірге ойлағандарыңызға рахмет. Газ қалай пайда болады? Ішке жұтылған ауа, тамақ тез жегенде, шайнамай жұтқанда, сілекейді жұтқанда ішекте газ тудырады. Қандай жасырын аурулар газдың көп болуына әкелуі мүмкін? Олар лактоза төзбеушілік, сүт өнімінен кейін газ, ісіну, іш өту пайда болады. Кішкентай ішектегі бактериялық шамадан тыс көбеюі, сығымдау, ісіну, газ, іш қысуы болуы мүмкін. Іріңді қабынбалы ішек аурулары, азықтарды толық қорыта алмау. Әйелдерде ұзаққа созылған ісіну кейде ауыр сырқат, мысалы жұмсақ, жасырын авариалдық қатер туралы ескерту болуы мүмкін. Сондықтан әйелде босаңсымайтын ісіну болса, дәрігерге қаралу қажет. Қандай белгілер қауіпті және дереу дәрігерге бару керек? Өте қатты өткір іш ауруы, қайталанатын құсу, тамақ ұстамау. Ауыр қызу, қандағы қан немесе қара нәжіс, түсініксіз салмақ жоғалту, ұзақ уақыт нәжіс шығармау және газы да шығармау ішекті бітелу белгілері болуы мүмкін. Газдың шығуы неге жеңілдейді? Дене қимылын жасағанда, мысалы іш жаттығулары, тізені ішке тарту, ішектің қимылы күшейеді де газ сыртқа тезірек шығады. Қалыпты жағдайда газдың сыртқа шығуы ішектің денсаулығын көрсетеді. Егер газ мүлде шықпай қалса, ішек бітелуі сияқты қауіпті жағдайды білдіруі мүмкін. Нені ескеру қажет? Егер газ жиі жиналып, іш кеуіп ауырса, дұрыс тамақтану керек. Майлы, қуырылған және газ тудыратын тағамды азайту керек. Күніне жеткілікті су ішу, талшыққа бай тағам жеу, көкөніс, жеміс, ішектің қозғалысын жақсартады. Жиі мазаласа дәрігерге қаралған дұрыс, себебі кейде ол гастрит, колит немесе басқа асқазан ішек ауруларының белгісі болуы мүмкін. Мен сіздерге газды тез шығаруға көмектесетін қарапайым жаттығуларды айтатын боламын. Біріншісі ол тізені ішке тарту. Жерге арқамен жатыңыз. Бір тізені ішіңізге қарай тартып, 20-30 секунд ұстаңыз. Сосын екінші аяқты қайталаңыз. Соңында екі тізені бірдей ішке тартып, құшақтап жатыңыз. Бұл жаттығу ішектің қимылын күшейтіп, газдың шығуына көмектеседі. Екінші жаттығу баланың позасы, йога. Тізерлеп отырыңыз. Содан кейін денені алға еңкейтіп, маңдайды жерге тигізіңіз. Қолды алға созыңыз да қапталға қойсаңыз да болады. 1-2 минут созылып жатыңыз. Үшінші, ара тұра бұрылу. Арқамен жатып, екі аяқты тізеден бүгіңіз. Тізені оңға қарай қисайтып, басыңызды солға бұрыңыз. Бірнеше секунд ұстап тұрыңыз. Кейін екінші жаққа қайталаңыз. Төртіншісі, жаяу жүру немесе жеңіл қозғалыс. Жай ғана 10-15 минут баяу жүрсеңіз, ішек қозғалып, газ өзі-ақ шығады. Бесіншісі, қаранға массаж жасау. Қолыңызды ішіңізге қойып, сағат тілі бағытымен жайлап уқалаңыз. Бұл ішектегі газдың қозғалуына ықпал етеді. Газды азайту үшін тамақтану бойынша қарапайым кеңестер. Газ тудыратын тағамды шектеу. Бұршақ тұқымдастар, бұршақ, жасымық, ноқат, қырыққабат, гүлді қырыққабат, брокколи. Газдалған сусындар, сыра, квас, майлы қуырылған тағамдар. Сүт өнімдеріне абай болу. Кей адамдарда сүт, айран, ірімшік газ тудырады. Лактоза ферментінің жетіспеушілігіне байланысты. Егер сүттен кейін ішіңіз кеуіп кетсе, мөлшерін азайтып көріңіз. Талшықты біртіндеп енгізу. Көкөніс пен жеміс ішекке пайдалы. Бірақ оларды бірден көп жесеңіз, газ көбейіп кетуі мүмкін. Баяу-баяу көбейтіп отыру керек. Жеңіл қорытылатын тағам жеу. Сорпа, буға піскен тағам, күріш, сұлы, банан, картоп ішекке жеңіл тиеді. Тамақты асықпай жеу. Жылдам жегенде көп ауа жұтып қоясыз. Ол да газға себеп болады.
Қант пен тәттілерді азайту, шоколад, кәмпит, ашытқы қосылған қамыр тағамдары ашу процесін күшейтеді. Жеткілікті су ішу. Күніне 1,5-2 литр су ішсеңіз, ас қорытуыңыз жақсарады.